Бүгін бізге Жакең келіп отыр ғой. Жакең танисыз ғой? Шырамытып отырмын. Бұл Жакең, бұл Түркістанның символы бұл кісі негізі. Кіре берген кезде тұрады. Түркістанның спортында андай ұран сөз бар. Жакең бар жерде жеңіс бар деген. Мен осыдан басталды. Бұл кісі волейболда, Түркістанның волейболымен байланысты бұл кісінің аты. Волейбол тек қана волейбол емес, басқа да спорттармен де байланысты сияқты. Міне. Дөп түстіңіз. Деп сұрат бастап кеткен ба? Жұмысқа тұрғансыз сонда басқа жерге тағы да? Енді жақында сондай бір жаңалық болып жатыр негізінде. Естіп қалдық. Иә, оны мынадан бастайын енді. Бәрекелді. Бұл не болды екен? Қорқып кетпеңіздер деген. Тұран деген су шығаратын компания ма? Ол басқа ма? Негізі Тұран тек сумен шектелмейді. Тұран, Түркістанды Тұран дескенде бабаларымыз жырлағандай. Мынау жақында Түркістандық Тұран футбол клубын білесіздер. Сол клубқа жұмысқа тұрған жайым бар. Бәрекелді. Служба безопасности деген ба? Охрана! Жоқ. Сол амбассадорсыз ғой? Солай айтылады. Амбассадор. Біздің Сүлеймен Бөріхан. Амбассадор. Жігіт бар ғой. Бейбіт Әлібеков сияқты. Бейбіт Әлібеков. Солардың қатарына кірдіңіз ғой. Сол бәріміз бір жиналып бір амбассадорлар гәп ойласақ деп жүрген. Жоқ, сондай жаңалық болып жатыр. Енді біз енді Түркістанның азаматы болғаннан кейін, мен енді алдында емес, енді қазірде мен Тұран спорт ойын түрлері клубының мүшесімін. Ішінде волейбол менеджермін сол клубтың. Қазір енді қосымша Тұран футбол клубында да жұмысқа кірген жайым бар. Енді ол Тұран футбол мен волейбол бір үйдің егіз баласындай ғой енді. Бірінші жұмысым екінші этажда, екінші жұмысым үшінші этажда. Сол сияқты. Жұмысым бесінші этажда бата берсін. Сондай жағдай болып жатыр. Жұмыс істемейтін кезде подвалға барып демалып аламын деп қойсаңшы. Тамаша жаңалық. Иә, сондай. Сіздер Түркістан, жалпы сіздің атыңыз Түркістан қаласымен тығыз байланысты ғой негізі. Мен телефонда тіпті Жанболат Түркістан деп сақталған. Өйткені мен сөйтіп сақтаған, мен саған жіберген ғой. Жоқ, мен негізі жайдарманда да солай айтатын бәрі. Жанболат Түркістан деп. Солай айтатын. Жанболат дегенде енді көп кездесетін ат қой, өте популярный. Сондықтан шатаспасын деп сөйтіп жасап. Түркістандағы бірден бір бірегей мен шығар Жанболаттың деп болады. Енді сонда не істейсіз сонда? Мақсатыңыз не? Енді мен анау басынан айтып берейін сіздерге түсінікті болу үшін, көрермендерге де түсінікті болу үшін. Енді мен біраз жылдар болды біздің Түркістан Тұран спорт ойын түрлері клубы. Оның ішінде баскетболыңыз бар, волейболыңыз бар, гандболыңыз бар. Хоккей ше? Хоккей бөлек. И әйелдер футбол бар. Биыл ол енді жаңағы Тұран футболға кіріп кетті. Сол Тұран спорт ойын түрлері клубының басшылығы мені жұмысқа шақырып, волейболды өзің қолға ал деп, қолға ал деген жоқ енді. Жоқ, бірақ соның маңайында жүр. Жоқ, негізі сіз анау чемпиондық сезонда болдыңыз ғой? Әлбетте жүрдіңіз ғой. Болдым, сол жерде болдым. Соның барлығы енді бір-біріне бәрін білесің, Жанболат енді мынау күніге көріп жүрген сенен басқа болса өңірде спортты шағатын адам жоқ деді ғой енді. Енді айта алмайды екенсіз. Менің ол волейболға тигізген пайдамды айтайын енді. Орасан зор негізі. Пайдам енді әйтеуір сол клубтың танылуына кішкене ел арасында. Енді волейбол деген футбол сияқты қатты танымал спорт емес ғой елімізде. Көрермен де көп бір келе бермейді. Себебі оның волейболдың жүйелері дұрыс емес. Мысалы, жылына бір рет болуы мүмкін Түркістанда. Иә. Тур, өзіңіз білесіз, турмен қояқты. Ал кейде болмай қалуы мүмкін деген сияқты. Сол себептен көрермендер болған кезде қуанып қалады да, одан кейін ұмытып кетеді, шын айтқанда. Ол теледидарда көрсе, көріп жатқан шығар деген сияқты. Сондай жағынан қашан қарасаң Өскеменде болып жатады ғой. Өскеменде, міне, Өскеменде Талдықорғанда. Өскемен Талдықорғанда. Сояқта бола береді. Енді бола береді себебі бар. Себебі ояқтың біріншіден командалар жақсы. Екіншіден ояқта инфрақұрылым өте жақсы дамыған. Дегенмен өткенде
ерлердің кубок финал осы Астанада өтті. Жақсылық Үшкемпов. О, енді. Аналар үйренбей қалған қандайға, андай жарыққа, андай жанкүйерлер, андай жағдайларға. Енді мировой шетел болып жатыр ғой. мировой ойын өтті ғой. Кішкене қобалжып. Көруіміз керек еді шақырмады. Игрок, ана ойыншылардың түрінен көрініп тұр ғой. Сәл ыңғайсызданып. Кроссовкаларды қайта сүртіп деген сияқты. Енді міне осы сөзімізге тұздық. Түркістанда біздің Тұран волейбол клубы чемпион болатын кезде біз жанкүйерлер жинадық алаңға. Полный зал болды. Полный залға жинадық. Бұл кісі енді әжелерге шейін әкеп кіргізіп қойған ғой. Бүкілі кімнің қолы бос Әжелер бәрін алып кәдімгі ана жерде анау неше барабан, көп спортта барабан ғой енді. Барабанның дауысы ол банальный дедім мен. Анау содан өзбек ағайындардың бір аспабы бар, атын ұмытып қалдым. Карнай. Біреуінің өзі бір 3 метр ма сондай болды. Сондайдан әкеп қойдық. Сосын мен жанкүйерлерге айттым. Жартылай финал Қуаныш пен Петропавл өте мықты команда. Біздің Тұран да ол кезде жақсы, қазір де жақсы Құдайға шүкір. Екі ойнайын деп жатыр. Бірақ енді бір саты жоғары. Кім? қарсыластарымыз. Қарсыласымыз жоғары енді. Ол енді кім деген ойыншы ойнайды? Мори деген Словенияның ұлттық құрамасында ойнайтын. Әлемнің 10 жаңағы пасующий, связующий игрок болса, соның 10 ғана кіретін игрок. Түркия чемпионатында ең үздік байланыстырушы болған. Ал Түркияның чемпионаты әлемдегі бірінші чемпионат емес па? Сондай ойыншы Петропавлда ойнап жүр. Ал керек болса сізге. Украинды қыздарды айтпай қояйын. Дымарларың өзі шашып жатқан. Шашып тұр. Енді бізде де жаман емес. Бізде санан арқылы ойнаған ғой бұл кісілер. Енді состав жақсы екі жақтында, бірақ ойын анаяқта басымдау болып тұр. Біздің команда жас команда. Сөйтіп мен жанкүйерлерге айтамын ғой. Мен енді волейболды көзімді ашқаннан білетін адаммын ғой. Мен волейболда ондай жанкүйер болмаған. Қазақстанның волейболында. Бұрында болса болып жатқан да әрбір жерде. Болмаған. Мен жанкүйерлерге айттым. Бұл ойыншылар бұндай жанкүйерді көрмеген әлі. Бұндай шумды көрмеген. Бұндай айқайды көрмеген. Давайте дадим жару. Оған кейін біздің де айқай бір волейболдың бір терминдермен айта алмайды ғой. Басқаша айқайласың ғой. Ал негізі әлемдік волейболда подаш берейін деп жатты. Бәрі бірдей эйс деп айқайлайды. Очко салса әдемі шапалақ ұрады. Біздікі ойнап жатса да айқайлай береді, тоқтау жоқ бізде. Миын аштып, бір-бірін естіп жатқан жоқ. Миын аштып, кәдімгі ана потеря болып қалды. Сөйтіп біздікілер ұта бастады. Ұта бастағаннан кейін жанкүйердің делебесі қозбаймын енді. Сонымен мысалы сана падашқа шықса бүкіл 2000-3000 адам санада байқайлайды. Майра шықса майрада байқайлайды, сәуле шықса сәуледе байқайлайды. Сондай айқай болған ғой. Сол кезде мен қай игрок екенін білмей ұмытып қалдым, даже білмеймін. Минуткада тренерге барып айтты. Біздің игроктар. Ағай, жанкүйерлерге айтасыз-ау, ана Жанболат қайдасыз-ау. Біз падашқа барғанда біздің атымызды атамасыншы. Өзіміз пәтер болып қалдық. Ал біз анаяқты қобалжытып, өзіміздің қобалжытып жібергенбіз. Сөйтіп, сонда жеңіске жеттік. Тарихи жеңіс енді. Әйтпесе, біздің Қазақстандағы командалардың көптеген тарихы бар. Волейболдың командалардың. Қаншама жылдан келіп жатқан. Тұран енді құрылғаннан кейін, екінші маусымда, екінші маусым. Екінші маусымда чемпион Қазақстан. Ондай деген ол болмаған. Енді биыл кубокты жеңіп алды. Міне, ол жекен куә. Ал енді... Короче, ең аутсайдері болады жартылай финалға шыққан командалардың ішінде. Жеңіп кетеді ғой. Дуаланған деймін да. Оқан неміне пәле ол. Ол жеген айтады маған сонда. Ойбай, жеген не болып жатыр мынау? Қыздар не жеген деп. Мен айтамын, Түркістан киелі жер. Хандардың жатқан жер. Билердің жатқан жер. Баптар. Бір осындай қиналған сәттерде әруақтарды оятатынымыз бар дедім. Сөйтіп бір мақтанған түрім бар. Енді былай енді біз әзілдеп әр нәрсені айтамыз ғой. Бірақ дегенмен бұл жерде бір атап өтетін нәрсе бар. Бұл аз ғана уақыттың ішінде осындай жетістікке жетіп жатыр. Мысалы біздің ерлер командамыз бар. Реал Мадрид сияқты қатарынан 3 жыл чемпион болды. Высший лигада, жоғары лигада біздің жігіттеріміз. Иә. Ұлттық лигада емес, нас лигада емес. Ұлттық лигаға енді биыл 4-ші рет чемпион болсаңдар шығасыздар деп уәде беріп отыр енді. Мысалы үшін ол жерде де ойнап жатқан 70-80% өзі түркістандық облыстың азаматтары. Түркістанда негізі волейбол танымал екен да. Енді Октябрь Жарылқаповтың туған жері. Туған жері ғой. Одан кейін енді жаңағы баскетболды айтпай-ақ қояйын. Қазақ волейболының атасы Октябрь атасы. Жарылқапов. Ақберенедің Октябрь деген кітапты оқымаған. Сантьяго Бернабеу сияқты ғой, Мадридтегі. Буревестник. Енді жаңағы баскетболымыз бар, оның бәрі чемпион. Қаяқта чемпион болады олар? Соны мен
таң қалдым мен клубқа келгеннен кейін білдім бұл баскетбол деген өздері тығылып бір жерде өткізеді екен бір әдемі өтеді екен олардың жарыстары енді волейбол сияқты бір шумный болмайды екен может өзінің іштеріндегі баскетбол түсетін адамдар өздеріне мықты болып жатқан шығар енді иә волейболдан Қазақстан чемпионатымен жүргізген 5-ақ команда қатысады Қазақстан чемпионатына. Баскетболдан. Сондай өздері бір үйдің балдарында тығылып ойнай береді. Тығылып ойнай береді екен. Бірақ біздің жаңағы общий клубтың жетістігін айтып жатырмын ғой енді. Сондай жетістікке жетіп. Бірақ соның ішіне Тұран футбол клубы да кіріп тұр ма? Жоқ, Тұран футбол клубы бөлек. Тұран бөлек, бізде анау бөлек. Соны бірақ жаңа айтып отқаным, бұл жерде бір нәрсені былай шынайы, әзілсіз айтқым келеді негізінде осы жерде. Сол клубтың басшылығын. Сабыржан деген ағамыз бар, өте сондай мықты менеджер. Кейде мен игроктарға айтам, қыздарға да, менен қазір Тұран командасының дублерімен бірге жүрмін қыздарын, 21 жасқа дейінгі. Сол қыздарға да айтам, балдарға да айтам. Сендер мынандай условиядан кейін ойнамағандарың ят болады деймін да. Өйткені жақсы жағдай. Олимпик центрді айтып отырсыз. Олимпик центр бар, басқасы бар, барып келуі, жалпы жағдайын өте жақсы жасаған. Сондықтан да бұл жетістікке жетіп жатқан бірден бір себебі сол басшылықтың деп ойлаймын. Әрине ол жерде бірінші жүреттен облыс әкімдігі, басқарма басшылығы бар. Анау баяғыда осы бір интервьюлерді көріп жатқан кезде жоғарыдан әкеліп мақтайды ғой жаңағы. Сол кезде мен айтатынмын, не мақтай береді. Айта береді. Лапылдай болатын ба деп сөйтсе, мынау ішке кіргеннен кейін біледі екенсің. Ол шынында да анау ояқтан бастап келеді екен ғой. Мен сізге осыны айтайын. Мынау кезінде ұлттық құрамамен Европаға шығып кете жаздап, жарты әлемді шулатқан кезіміз бар ғой, Магомед Мұсалы Адиевтің кезінде да. Бәрекелді. Енді былай адамдар қарайды, ойнайтын тура сол футболистер ғой негізі. Ешкім өзгерген жоқ біздің составта да. Қазір де сол состав, оның алдында да сол состав етін. Енді Асқат Тағыберген карьерасын аяқтап кетті демесең, басқа ешкім өзгерткен жоқ, Марачкин екеуі. Сонда мына алаңның сыртында жүретін адамдар бар ғой, соларға бір 50% солардан зависит етеді. 50% солардан зависит етеді, футболистерден. Көрдіңіз бе? Адамдар тұрады, стадионға келеді, анау алаңға шыққан, мына гол ұрамай жатыр, анау тосамай жатыр, мына бүйтіп жатыр деген нәрсені көреді, соны сынап кетіп қалады ғой. А на самом деле оларды дайындап, соларды шығарып, сен мына жерге шығасың, сен бүйтесің, сөйтесің деп бас бапкер шығарып отқан жоқ па? А ол сол бас бапкердің екі ассистенті жаттығу жұмыстарын жүргізіп отқан жоқ па соған байланысты? Солардың тамақтарын, мына киімдерін, жататын, ұйықтайтын уақыты, азанғы тамақ, фитнестер, бассейндер бәрін біреу есептеп сызып соларды жағдай жасап отқан жоқ па? Массажы бар, дәрігері бар. Ол да кінәлі, пресс-секретар да кінәлі, мынау да кінәлі, екі ассистент кінәлі, бас бапкер де кінәлі, солардың барлығын жұмысқа алған федерацияның президенті де кінәлі. Мысалға да, клубта да сондай ғой. Сәтсіз болса да. Сәтсіз болса, сол кінәлі. А сәтті жаңағы жақсы болып Еуроға шығатындай дүркіретіп атса, демек ол тек қана футболшылардың ғана емес, ол Адиевтің де пайдасы. Оның екі ассистентінің арқасы. Солардың ұлттық құрамалар департаментінің директоры болған адамның, кит менеджердің, әшейін администратордың, әшейін менеджердің бәрінің қатысы бар деген сөз. Солар күшті жұмыс істеді деген сөз. Сонда анау футболный полеға анау көрініс береді екен да. Сол ғой сол. Тура. Сол кезде мысалы осындай басшылықтың мықты сарабдал саясатында есептеуіміз керек. Не сұрайды мысалы бас бапкер Адиев түнгі сағат 2-де оянып кетіп, тұрып кетіп, маған 4 защитниктің темірі керек деген нәрсе стенка қоюымыз керек дейтін болса, соны іздеп тауып келетін адам. Көрдің бе? Ол қойыңыз енді ертең іздеп көрейін, 2-3 күн беріңіз, бір бәле жоқ жіберуге болады, қоясаңыз, орнына басқа адамдарды таба салайық деп. Уже ол меліш нәрседен бүліне береді. Дұрыс па? Сол нәрсе әсер етеді. Мен соны байқадым, сол себептен ол шынында да алаңдағы 11 ойыншының еңбегі дейміз ғой енді. Бірақ сол 11 ойыншының жаңағы болмаса волейболдағы 6 ойыншының ойнап жатқан ниетке де байланысты дейсіз ғой жаңағы. Еңбегінің барлығы дұрыс болу керек еді. Солардың бәрін басын қосып, ұйымдастырып, солардың тамағын тауып беріп, жататын жерін тауып беріп отқан бір адам, бір екі-үш адам жұмыс істеп жатыр ғой. Солардың еңбегі ғой негізі, соларға ұйымдастырып отқан ол команданы. Командный вид. Мен сізге айтайын бар ғой, кеше бір сұхбат көріп қалам да, енді ол да ойыма түседі ғой. Рыбакина сұхбат беріп жатыр, Арина Соболенко сұхбат береді ғой, Australian Open біткеннен кейін. Менің командама алғысымды айтам, бапкерім, массажистім, бір бөлем, шыр бөлем, физі, нем, дәрігер. Ол бір-ақ штук теннисист қол негізі деймін де, өзіне байланысты ғой, өзі ойнамай қойса, бітті ғой, аналардың еңбегі бәрі далаға кетеді. Бірақ соның өзінде, сол бір теннисистке
10 адам жұмыс істеп жүр екен да. Иә, 5 адам жұмыс. Кортта жүр ана сыртында, ішінде біреу оған билетін әперіп жатыр, біреу ұшып келгеніне, жататын жеріне, жаңағы тренировка жасайтын кортын арендовать етіп қойған алдын ала бәрін жасап қойып отыр ғой біреулер. Соның біреуі, екеуі дұрыс жұмыс істемесе, ойында біледі. Дәл сондай. Олар жаңағы настроениесіне шейін жауап береді ғой. Сол. Анау тұрып боқтайды ғой оларды. Психикасын. Жаңа Соболенко деген кәдімгі орысша ағит кіріп, көк ит боқтай береді. Ол тренерлері біреу 60-та келген кісілер соны боқтап атады. Сол үндемей отырады сол жерде. Сондай нәрсеге көзім жетіп отыр менің. Ал енді мынау Даныжа нені Шарыфты көрсетіп қалдым ғой. Осы сіздердің студияларыңызға біздің Тұран командасынан Тұрандікі жетіспей тұрады. Тұран командасынан сіздерге естелік болсын деп алып келдім, құр қол келмейін деп. Тамаша. Мінекей. Құр қолға бата жүрмейді. Былтыр Айдын келген кезде жеңіс тәкеген осылай келіп. Құр қолға подкаст жүрмейді. FC Тұран. Ал енді жаңа басында айтып кеткендей, мынау енді Тұран командасы келдім ғой енді. Сол жайында ең бірінші ол әрине келгеннен кейін басшылықпен сөйлесесің. Бұл жерге істеуге бола ма, болмай ма, өздеріңізде сөйлесіп, мен Тұран футбол клубының басшылығының биылғы жоспарын мен естіп, мен шын айтқанда таңғалып қалдым. Негізі былтырғы жетістіктер деп, былтырғы көрсеткіштеріне бір құлазып, бір көңіл күй болмай, солай ауысып кетті ғой басшылығы. Иә, басшылығы ауысып кетті. Команданың өзіне, Түркістан қаласында. Жоқ, былтыр рас екен. Мен былтырғы басшылығында танитынмын. Ол кісілер де негізі жаман жұмыс істемеді. Бірақ бір андай бір сәтсіздік, жаңағыдай бір жазылмаған заңдылықтар ойнап кетті деп ойлаймын мен. Сөйтіп, шын айтқанда жанкүйерлердің сәл өкпе ренішті болып қалды. Бірақ соның барлығын биыл түзеп басқа ішіне көріп тұрған жоқпыз деді ғой. Тек премьер-лига болды. Премьер-лигаға шығамыз. Енді анандай стадионмен басқа вариант жоқ деді болды. Сондықтан да бапкер, Кумиков мырза бастаған, енді ол кісіні біз бұрыннан білеміз ғой, Ордабасыда Қайсарды былтыр қандай қылды мысалы үшін. Сол кісі тізгін ұстап отыр. Спорт директоры Мақсат Байжанов. Мақсат Байжанов. Мен жаңа ол жерге айтып отырмын. Кім бас бапкердің көмекшісі? Горовенко да сол жақта екен. Күшті маман. Айтып жатыр, мынау біздің футболистерде Мейіржан Есенғараев бар, Айбек бар, Жандос бар, біздің басшымыз, жәкеңдер. Негізі біздің мынау тренерлермен басшылықтарды бір састап қойсаң әжептәуір турнирде тұрып шығатын балдар негізінде. Негізі футболистер де мықты болып тұр дейді. Сондықтан да бапкерлік құрамға біз сеніп тұрмыз. Әзірге енді сәл құпия болып тұр. Біздің ойыншылардың қай ойыншыны контракт жазған, енді оны алдағы уақытта өзіміздің әлеуметтік желіден салып көре жатамыз. Бірақ дегенмен біздің Тұранның биылғы жоспарына мен көңілім толды. Енді кәдімгі соғырға таяқ сатқандай әр айға, әр күнге қойылған жоспар бар. Оның бәрі маған 2 күн ба 3 күн сөйлестік. Соны бәрін түсіндіріп айтты. Сіздің енді мақсатыңыз жаңа стадионға адам жинау ғой. Енді менің бұл клубтағы мақсатым ең бірінші маған солай стадионға адам жинау. Көрермендерге стадионға адам жинау демейші, адам келеді ғой стадионға. Мен өзіме қиын жұмыс артып алдым. Сол стадионға келген жанкүйерлерді сол Тұран командасына деген бұрынғы махаббатын ояту деген деп айтсам күрделілік болады ау. Негізі солай өзіме не қылдым. Және де имиджін қалыптастыру, және де тағы да бір кішкене нем бар, демеушілермен де жұмыс жасап. Қазіргі таңда енді шағын бір 2-3 келісімге тұрдық. Медициналық жағынан болсын, тағы не болсын, сонда тұрып жатырмыз. Енді алдағы уақытта тағы да бола жатар деген ниет. Бірақ биыл Түркістан аренаны шулатамыз деген ойдамыз. Баяғыда кім Тұран біреумен ойнаған кезде полный болған ғой Түркістан. Нұрлан Қоянбаев челлендж жасап шақырып солай толды ғой. Ол бір рет болды. Сосын тағы Қайрат келіп ойнаған кезде болды ме? Қайрат Ақтөбе ойнаған кезде. Оның алдыңғы жылы болды. Сосын жалпы бір қызық айта кетейін, бұл Түркістан арена стадионы биыл Қазақстан жастар құрамасының матчын және 9 маусым күні Қазақстан Венгрия матчын қабылдайды.
Собослай бар ғой. сол келіп кезде мені Түркістанға. матчқа кіргізіп жіберіңізші таныстарыңыз. ой 30 ғой болды 30 мына жағыңызда бір самса бір жағыңызда әсіп деп жоқ ол U21-лер Жоқ, ұлттық құрама Ұлттық қазір. құрама. құрама да келеді Да мен Сабаслай келе жатыр деп айтып отырмын. Сабаслай Ливерпульде мен анау дейді. Ливерпульда Біз тек- сол капитан. біз тек наниді ғана ойлап жүрік қой қазір Да, нани ол Түркістанда тұрайын деп жатыр ғой. тұрады жалпы. түркістан тұрады екен түркістанда біз ал керек болса қызық Осы мет сендерге керек. сондықтан да Бір күні бір Түркістандағы әсіпті реклама жасап отпасын Дани. ойбай тұсауы кесіп кетпесе ғой тұсауы кесіп бір Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың басына барып фотоға түседі ол әлі неше түрлі болады ғой, қызық ол болады. біздікілер танымай Ол көшеде ма? қазір мавзолейге кіру платный қылып қойған қазір ауласына кіру бұрын ішіне еді ғой 500 теңге. ауласына 1000 теңге ма шетел азаматтарына 2000 теңге ма сондай ғой мен нақты білмеймін Бәрекелді. соны кіргізбей наниді кіргізбей қырын болмасын әлдеңіз Ол ана қасында жүретін екі түйе бар ғой, соған мініп, иә. айтты осы жаңа осы жаққа ұшып келе жатырмын ғой астанаға сөйтіп анау дейді аэропорттан рентгеннен өтесің ғой сумкаларды қойып жатсақ бір үлкен кісі бір андай уайымдап апарақтап тұр да бүйтіп сөйтіп рентген өтіп аға мынау ішінде басқа бір зат бар екен өтпейтін деді ойбай не деп зарез алдық көкем ше үлкен кісі екен ашып еді 3 литрлік банка салып жіберген ғой салат ше аджига дей ме не дейді ойбай деді ой мынауыңыз біз ішке кіргізе алмаймыз деді самолеттің ішіне ойбай үйде апаң қоймай салып жіберген қой сама десем қоймайтын астанада балдарға апар деп дейді бұны багажға салу керек еді ғой қыздар түсіндіріп жатыр ғой багажға сен сала алмайды уақыт кетіп қалған уақыт деген не істеймін деді бұны тастап кетесіз деді ойбай алып қалыңдар мә қыздарым сендерге берейін сендер осыны алып жеңдер деді сөйтіп қызда маған дей салмайды ғой нанға қосып жеп қоямыз ғой деп қояды аэропортта нанға қосып жеп қоямыз ғой деп қояды Енді обал ғой енді. Сол Түркістанның колоритін айтты маған жаңағы чемпион болған маусымда сана енді лучший игрок болып тұр ғой енді ұрып жатыр енді. Былай да былай. Өзі Түркістанға келін ғой енді оңтүстік. Сөйтіп әжелер шығып шапан нымша жауып тастайды ғой ана. жоқ ол ана өзі в шоке болып жатыр сана ше ондай көрмеген. Бұндай құрмет дейсің. жоқ сана ол Алтай ол бір рет емес ол Алтаймен келген кезде де Түркістанға бір ол бір-ақ кісі ол атын ұмытып қалдым ол үлкен ақсақал мықты ақсақал жанкүйер ол Тұранның сол кісі Алтаймен бірінші ойнауға келгенде сана шапан жапқан одан кейін Тұранға ауысып кетті каждый ойында шапан жабады ол кісіге Да? ол традиция болып қалған Мықты. Керемет. ол деген қазақилық Наниге де бір шапан жабамыз десең. наниға шапан тақиясымен кетіп тұр уже Таза дайын тұрды. Енді сіз Тұранды көтересіз ол жағына сіздің жұмысыңыз жақсы болады негізі оған ешқандай күмән жоқ мен волейболда көріп жүрмін ғой иә Тұранды көтеріңіз енді Тұран қайтып оралсын премьер-лигаға анандай стадионы бар команда премьер-лигада ойнау керек қой енді Обал я басқа командаларға ойнап кетіп жатыр. енді биыл стадионға обал болмасын деп нанилар шақырып отыр ақтөбе құдай қаласа жігіттер рахмет енді қазақтың еліміздің қай бір клубы да жарқырай берсін бірақ дегенмен біздің Тұран шынды айтқанда премьер-лигада ойнауға өте әбден лайықты биыл сол жетістікке жетеміз деген сенімдемін Тараз бен Шахтерді сөйтіп ойлап отыр ғой. Әбден лайықтымыз деп премьер-лигада ойнауға. Бірдей Ол ойлайтын конкуренттер туралы не команда айтасыз ғой. енді? енді конкуренттер туралы менен Тараз клубын әр уақытта да қай лигада ойнаса да мен биік санаймын себебі ол жерден қандай игроктар шыққан ол жерден таланттар шыға береді да ол біз танымайтын да әзір кішкентай балдар да бар шығар ол жерде мықты балдар шығып жатқан енді мен шахтердің тарихы бар енді Европаның төрінде Жоқ Тимур Турлов деген 50 миллиард теңге құямын деп отыр ғой. енді бір жақсы жері осы бір қуанатымыз бұл бірінші лигада легионер жоқ қой Таза Қазақстан. таза сөйтіп отырып кететін шығармыз деп ойлаймын біздегі балдар әйтпесе 50 миллиардқа айналайын біраздан әкелуге болады ғой Жоқ бірінші лигада ол оңтүстікте ойнайтын матчтарда кішкене бір өзінің хитростары бар да күн ыстық кезде ойнайды олар сосын ана қарағандылықтар әбішін деп тұр ғой Жетісайда Мақтаарал енді екі клуб жабылып қалды ғой. Сода ойнаған жігіттердің біразы Тұранға ауысыпты ғой. Мен естіп отырмын. сол айтып тұрмын ғой біздің мен шет жағасын білемін бірақ бізге әзір айтуға болмайды дегеннен кейін бірақ мен 2-3 ойыншыны естіп мен кәдімгідей көңілім толып қалды кәдімгі енді мынау жазға қарай бір Түркістанның ойынына шақырмайсыз ба бізді барып қайтпаймыз ба? жазға қарай емес ол ертең сәуір айында басталады алғашқы ойындарға сіздерді шақырамыз ойбай клубқа автобус алып жатырық
сол автобустың төрінде оттаймыз бардында. Кондиционерді қосып қойып. Тамаша келіп. Аэропорттан автобуспен кетіп аласыз. Айтпақшы, кеше осы бір жаңалықты естеймін, то дұрыс болмай шығады, то жалған ақпарат болып шығады. Интернетте жүр. Тұран футбол клубын біреу сатып алды дейді. Жоқ, сатылымға қойды деп жатыр. Сатылымға, енді ол менің білуімше барлық президенттің указынан кейін ол барлық клубтар жекеменшікке өту керек деп барлығы продажаға қойылған. Соның бірегейі болып Тұранда қойылған. Жоқ, бір Қытайдан бір компания келіп сатып алады деп естідім. Жоқ, келме деген. Келме келді. Келмеді емес келді. Келмеді емес келді. Бірақ енді өзінің ұсыныстарын жасаған. Ол енді ол тек қана бұл футболға ғана келмеген сияқты ол кісілердің. Басқа да бір ауқымды бірден жобаларымен келген ау. Мен енді оның дәл сол кезде сол кісінің Қытайлардың жанында отпағаннан кейін мен де түп басып айтамын едім. Бірақ дұрыс келісімге келмеген шығар. Әйтпесе келісімге келсе осы жерде отпаймыз ба? Келмені киіп алып үстімізге. Келмесе кетпесе болар еді. Біреу алатын шығар. Енді кім біледі, бірақ дәл қазіргі сәтте жаңағыдай өздеріңіз білетіндей. Сондықтан да енді жекеменшікке өтпес. Бірақ түбінде өтеді ғой енді ол. Бірақ кім келсе де біз жекеменшікке өтсін, өтпесін, бірақ біз дәл қазіргі сәтте жұмысымызды жасай береміз. Әрмен қарай біздің міндетіміз ол жоғары жақтағы әңгімеге араласу емес, біздің міндетіміз осы клубтың мәртебесін көтеру, осы клубқа жаңа леп беру, сол ғана. Тұран деген жалпы бар ғой, футбол клубын айтайын бар ғой. 6 мемлекетте бар екен ғой. Әні, дұрыс айтасыз. Әзербайжан, Түркменстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан деп кете береді екен. Енді түркітілдес елдерге ортақ есім ғой енді Тұран деген. Сондықтан да онда сәуір айында бірінші лига ойындарында Түркістан аренада жолыққанша. Тұран Шахтер деген матчқа бару керек. Барып тұрмыз. Тұран Таразға барайық. Эл Классико. Ел Классико бірінші лиганың. Жаке, рахмет сізге келгеніңізге. Рахмет сіздерге де. Сіздер ісіңізге сәттілік. Ал достар, сіздер Фонтим арнасының бүкіл әлеуметтік желідегі парақшасына жазылыңыздар. Керемет ұтыс ойындары барлығы сол жақта ойнатылып жатыр. Үлгеріп қалыңыздар. Thank you.